Достар, енді осы ашқан ECP ключімізді керек адамға жіберетін боламыз. Ол үшін WhatsApp желісіне кіреміз. Кірген кезде керек адамға жіберу үшін сол адамға кіреміз. Осы жерден плюс батырмасы тұрады, сообщение жазатын жерде. Сол жағында осыны басамыз. Басқан кезде ішінде документ деген батырма тұрады. Соны басатын боламыз. Басқан кезде тағы да ана жерден бірінші батырма, яғни Vivratis файлов деген батырманы басамыз. Енді осы жерден жоғарғы жағындағы обзор деген батырманы басамыз. Басқан соң бізде осындай бет ашылады. Осы жерден место деген бөлімнің екінші бөлім тұрады, на iPhone деп. Осыны басамыз. Басқан кезде мына жерде тағы да ECOP Mobile приложениесін шығып тұр. Осыны басамыз. Енді осы жерден соңғы ашқан ECP ключімізді, яғни біз жаңа 1337-де аштық, соны жіберетін боламыз. Енді открыть деген батырманы басамыз. Отправить етеміз. Міне бізде осылай сәтті жіберген болатын боламыз. Міне барлығы бізде жіберілді осылай. Өстіп ашқан ECP ключімізді керек адамымызға жіберіп отыратын боламыз. Егер менің арнам пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.